Саламатсыздар. Мен Қытай Халық Республикасы Шинжаң Чаошек қаласынан шекара және кедендік ынтымақтастық мәселелері бойынша достық елшісі Мақпал Серікқызы болам. Мен төменде бір 4 сұрағым бар. Өтініш қазақша жауап берсеңіздер, өйткені орысша түсінбейді екенмін. Бірінші сұрағым, Қазақстан жағынан Бақты бекетінің кедендік өткізу инфрақұрылымының құрылыс жұмыстарының қазіргі аяқталу деңгейі қандай? Оның толық пайдалануға берілуінің нақтылы мерзімі қашан? Менің бірінші сұрағым. Кеден қызметінің өкілдері бар болса, жауап беріңіздер. Да, вот у нас есть здесь руководитель, заместитель руководителя департамента. Трибун бар ма? Бақты кеден бекетінің инфрақұрылымының құрылыс деңгейі бүгінгі 70%-ға аяқталған. Осы жылдың аяғына дейін толықтай бітіріліп іске қосылады. Бүгінгі технический режимде жартылай жұмыс істеп тұр. Бұл сұрақты неге қойды дегенде, біздің Қытай жағындағымыз, біз 5 айда ол жұмысты бітіріп болғанбыз. Сосын осы сұрақ туралы біз неше рет телеэфирде сұрадық, одан кейін адамда жібердік. Енді Чаошек Абайға жақын ғой. Осы бір жақсы тиімділікті қолданып отырып, екі жақтың экономикалық, мысалы халыққа көптеген жақсылық істесек деген ойымыз бар. Екінші сұрақты қояйын. Қазіргі уақытта Таршын қаласындағы Бақты бекеті арқылы тәуілдік және айлық автокөлік ағыны мен экспорт-импорт көлемі қандай? Жаңа бекет толық аяқталғаннан кейін өткізу қабілеттеріңіз қаншалықты артуды күтіп отырсыздар? Енді бүгінгі Бақты бекетінде автокөліктердің өту деңгейі 250-270 автокөлікке құрап отыр. Модернизация біткеннен кейін 500 тәулігіне 500 автокөлік өтуіне дейін ұлғайтылады. Үшінші сұрағымыз, Абай өңіріндегі қазіргі таңда шекара маңындағы сауда жеңілдіктерін қаншалықты тиімді пайдаланып отырсыздар? Бұл жеңілдіктер екі жақтың халықаралық саудасын және трансшекаралық экономикалық ынтымақтастығына дамытуына қандай әсер етуінде? Енді бұл сұраққа жауап беретін болсақ, Абай облысы мен Тачен аймағының әкімдігі арасында тұрғылықты кездесулер өткізіліп отырады. Тачен аймағынан көптеген кәсіпкерлер келіп өздерінің дайындығын осы біздің Абай облысында қандай да бір кәсіпкерлікті ашып дамытуға дайын екенін көрсетіп отыр. Өзіміздің тарапымыздан біз мемлекеттік кірістер департаменті ай сайын Тачен аймағының басшылығымен, кеден қызметімен, шекара қызметтерімен кездесулер өткізіп отырамыз. Ол офлайн режимде де және де онлайн режимде өткізіп. Біз бұл ынтымақтастықты ұлғайтуға және әрі дамытуға әрқашанда дайынбыз. Өз тарапымыздан бар іс-шараларды қолданып жатырмыз.